Сәлем баршаңызға, парақшама қош келдіңіздер. Бүгін парақшамда гүлдеріңіздің жапырақтары жасыл қанық түске айналып, және майдаланып кеткен жапырақтары іріленіп, және қолмен ұстаған кезде жапырақтары нық қатты болып, жақсы өсуіне әсерін беретін табиғи тыңайтқыштың жасалу жолын, сонымен қатар пайдасын, және бұл органикалық тыңайтқыш болғандықтан бір гүлге құюға болмайды екен, сол жайлы ашып айтып өтетін боламын. Ал кеттік, бастаймыз. Егер гүлдеріңіздің жақсы өсуін қажет етсеңіздер, бізге қажет күріштің суы. Күрішті аламыз, одан кейін кәдімгі ағып тұрған суға бір жуып аламыз. Бірінші жуған суымызды осылай төгіп тастаймыз, одан кейінгі екінші жуған суымызды құйып аламыз. Осылай екінші жуған суымыз сұйықтау болса, осылай құйып алсақ болады, болмаса сүзгіден өткізіп сүзіп құйсаңыздар да болады. Ал енді осы күріштің суын бір күн бойы жылы жерге тұндырып қоямыз. Енді пайдалана берсек болады ертесіне. Күріш суы гүлдерге пайдалы, себебі оның құрамында өсімдікке қажетті көптеген қоректік заттар бар. Күріш суының бойында калий, азот, фосфор, көптеген микроэлементтер және витаминдерге өте бай. Осы заттардың көмегімен гүлдердің жақсы өсуіне және гүлдеуіне ықпал етеді. Сонымен қатар күріштің суын түбіне құю арқылы гүлдердің жапырақтарын күшейтіп, тамырдың өсуін жақсартып, сонымен қатар гүлдердің түсі және олардың көлемін жақсарта аламыз. Күріш суы топырақтағы микроорганизмдердің белсенділігін арттырып, топырақтың құрылымын жақсартады. Бұл күріш суын айына бір рет қолдансаңыздар жетеді. Сонымен қатар су шашатын пульверизаторымызға құйып алып, жапырақтарына шашсақ, жапырақ арқылы әсерін береді және жапырақтары жылтырап әдемі болып тұрады. Сонымен қатар мақтаны күріш суына батырып, жапырақтарын сүртсеңіздер, жапырақтары да жылтырап әдемі болып шығады. Күріш суы құрамында калий болғандықтан гүлдемей тұрғандарыңызға құйсаңыздар да гүлдеп шыға келеді. Гүлдеріңізден жаңа сабақ шығарып, жаңа жапырақ шығарып бастағанын байқай бастайсыздар. Мен гүлдеріме пайдаланып, пайдасын көргеннен кейін сіздермен бөлісіп жатырмын. Және байқасаңыздар видеода, өз гүлдеріме де осы күріштің суын осылай құйып көрсетіп жатырмын. Сондықтан уайымдамай пайдалана берсеңіздер болады. Тек бұл органикалық тыңайтқыш болғандықтан күріштің суын осындай кактус суына құймаймыз. Яғни кактус гүліне құймаймыз. Бұл кактус гүлдері суккулент тобына жататындықтан ұнатпайды. Кәдімгі жай сумен суғарамыз кактус гүлін. Егер парақшам пайдалы болса, достарыңызбен бөлісіп, лайк басып өтсеңіз, тіркеліп, раушаны басып қойыңыз.